Стивен Кови, жасампаз жандардың 7 дағдысы. Бірінші, белсенді болыңыз. Бұл дағды жауапкершілікті өз мойныңызға алуды білдіреді. Белсенді адам сыртқы жағдайларға шағымданбай, өз өмірін өзі басқарады. Не істесем болады деген сұрақты үнемі өзіне қояды. Мысалы, жұмыс таба алмай жүрген адам кінәні қоғамнан іздемей, жаңа дағдылар үйренуге бел буады. Екінші, соңғы нәтижені елестетіп бастаңыз. Әр істі бастамас бұрын соңғы мақсатты анықтап алу керек. Бұл дағды өмірге стратегиялық көзқараспен қарауды үйретеді. Мысалы, болашақта кәсіби маман болғысы келетін адам сол мақсатқа жету жолдарын қазірден бастап жоспарлайды. Үшінші, маңызды істерді бірінші орындаңыз. Уақытыңызды және күшіңізді ең маңызды істерге бағыттаңыз. Маңызды, бірақ шұғыл емес істерге назар аудару ұзақ мерзімді табыстың кепілі. Мысалы, әлеуметтік желілердің орнына кітап оқу немесе денсаулыққа көңіл бөлу болашақ үшін пайдалы. Бұл дағды екі жаққа да пайдалы шешімдер іздеуді білдіреді. Басқалармен бәсекелеспей, ынтымақтастыққа ұмтылу. Мысалы, келіссөз жүргізгенде тек өз пайдаңды емес, екінші жақтың мүддесін де ескеріп шешім қабылдау. Бесінші, алдымен түсінуге тырысыңыз, содан кейін түсінікті болыңыз. Бұл нағыз тыңдай білудің маңызын көрсететін дағды. Адамдар өздерін түсінген кезде ғана басқаны тыңдауға дайын болады. Мысалы, қарсы пікірдегі адаммен сөйлескенде оны бөлмей, соңына дейін тыңдап барып өз пікіріңізді айту. Алтыншы, синергия жасаңыз. Командалық жұмыспен әртүрлі адамдардың күшін біріктіру үлкен нәтиже береді. Бұл дағды әр адамның ерекшелігін құрметтеуге үйретеді. Мысалы, жоба жасағанда әр адамның талантын ескеріп, бірге жаңа ерекше шешім шығару. Жетінші, араны қайраңыз. Бұл өз-өзіңізді үнемі дамытып отыру дағдысы. 4 бағытта даму керек. Бірінші, физикалық, денсаулық, спорт. Екінші, рухани. Үшінші, интеллектуалдық. Төртінші, әлеуметтік, эмоционалдық. Мысалы, күн сайын өзіңе уақыт бөліп, кітап оқу, серуендеу, өз ойыңмен болу. Қорытынды, Стивен Ковидің бұл 7 дағдысы өмірдің кез келген саласында табысқа жетудің берік іргетасы. Бұл тек кәсіби өмірге емес, отбасылық қарым-қатынас, жеке даму, тіпті бала тәрбиесіне де пайдалы қағидалар.